бүгін айналайын тобының атынан жігіттермен бүгінгі байқауға қатысуға келдік. Мен осы топтағы Ибрахимнің әкесі Дәурен Сәбитұлы боламын. Біздің жігіттерді таныстырып өтейін. Біздің жігіттердің аты Ибрахим, Мусалим, Айтуле. Керемет. Енді бүгінгі байқауды бастамас бұрын біздің командамыздың атын айтып өтейік. Команданың аты Завод шеберлері. Командамыздың ұраны келесі кезеңге өтуге дайынсыңдар ма? Я, дайынбыз. Жарайсыңдар. Ал кірістік. Бүгін ата-аналар болып арнайы сендерге жұмыртқа салатын мынандай жұмыртқа салғыштарды алып келдік. Және де киіз үй құрастыру үшін түрлі қажетті құралдарды алып келдік. Барлығының аттарын сендер білесіңдер ме? Я, білеміз. Мысалға мынаның аты не? Картон. Картон, жұмыртқа салғыш картон, да? Жұмыртқа. Мыналар да міне, бұл да картон, да? Одан ертең аз киіз үйдің бөлшектерін құрастырамыз. Міне шашақтар түрлі әдемі. А мынау не? Терможелім. Терможелім. Осы терможелімді қолдану үшін мына арнайы пистолетке саламыз да ерітеміз. Сосын барлығын жапсырамыз. Сосын мынау не нәрсе? Ою-өрнектер. Дұрыс айтасыңдар. Міне түрлі ою-өрнектерді, міне арнайы киізден жасалған материалдарды біздер киіз үйлерге жапсырып, керемет құрастырамыз. Сендер барлығын шеберсіңдер ме? Я. Жарайды. Қосымша құралдарыңыз тұр. Сендердің алдарында тұрған не нәрсе? Қайсы. Сосын мына не нәрсе? Пышақ. Осы құралдар арқылы біздер керемет ою-өрнектерді құрып пайдаланамыз. Жұмыс жасаған кезде қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Үлкендердің көмегімен айтқанды ғана жасаймыз. Дұрыс па? Я. Жарайды. Осы жаңа жұмыртқаны салатын картоннан не жасадық? Киіз үй. Жақсылап еңбектеніп, сендер көмектессіңдер, керемет киіз үй жасадық. Енді осыны бояй. Қалай қарайсыңдар? Мына бояп атқан түстерінің түсі қандай? Жасыл. Қандай керемет. Жасыл. Осы түспен барлығымыз киіз үйге құламайды, барлығын күшін бояп шығамыз. Бояп болды. Қандай түске боядық? Жасыл. Керемет. Енді осы киіз үйімізге сыртын безендіреміз. Міне, қара, мына жерін ұстаймыз. Кет, мына жерін ұста. Мына жерін ұста. Ибрахим, сен мына тартман деп. Айналдыр. Сен ұстап тұр. Айналдыр. Жақсы. Әдемі болды. Сен жапсырасың. Мынаны алып, панжеге жапсыр. Ұста. Үшеуіңе де берем қаш, көп берем қаш. Қандай сендер командамен жұмыс жасап жатсыңдар, күшті. киіз үйімізді
ақылды киіз үй жасайық. Сондықтан да түрлі түсті осындай жарықтар қосайық, әдемі болып тұрады. Ал енді киіз үйіміздің келесі кезеңі осы мына қызғалдақ гүлдерін есік алдына егеміз. Алып қояйық. Аха, әдемі. Балалар, біздер бүгін не жасадық сонымен? Киіз үй жасадық. Киіз үй, дұрыс айтасыңдар. Киіз үйді немен жасадық? Үйіміз Киіз үйді немен жасадық? картон. Дұрыс, Картонмен. картоннан жасадық. Яғни жұмыртқа салатын Қағазымен. қағаз дайындап үй жасадық, да? Енді сыртын біз немен безендірдік? Жасыл түске боядық, оюлар жабыстырдық, да? Сосын гүлдер ектік есік алдына, да? Қызғалдақ па? Гүлдің аты қандай? Аха, иә. Үйдің сыртына біздер жақсы жарық өткіздік. Әдемі, жылтыр болып тұрсын деп. Бұл біздің жалпы ата-бабамыздағы киіз үй, даладағы тұратын үйлері болған. Сондықтан да осы киіз үйді біздің сіздер болашағымыз білсін деп. Дұрыс айтасың, төменде оюмен безендірдім. Сендер білсін деп, кейінгі ұрпақ осы киіз үйдің не екенін білсін деп жасадық, оны дәріптейміз біздер. Өйткені біздің ата-бабамыздың бұрынғы тұрған үйі. Иә, дұрыс айтасың, сондай картоннан жасадық. Міне, көріп тұрғанымыздай, осындай смарт киіз үй, ақылды ауыл деген мақсатта біз қолымыздағы бар материалдардан, құралдардан киіз үй құрастырдық. Сендер өте шебер болдыңдар, ұқыпты болдыңдар, көмектестіңдер. Көп рахмет. Сендерге ұнады ма бүгінгі біздің жұмысымыз? ұнады. Жарайсыңдар. Сендерге ендеше сәттілік. Тек алға. Алға.